Баршаңызға сәттілік. Бесес бастаудың тойы құтты болсын. Опмай, 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 опмай. Маналарың қайтет, алып жүрер астанадан жоқ дейді, алып жүрер Алматыға жоқ дейді. Шымкенттің қыздарын ізің дейді, Ақтөбенің қыздарын дің дейді. Құдаларын белеп отыр дейді, құдашылар белеп отыр дейді, нағаш жұрт белеп отыр дейді. Құдағи белемеді дейді, ал бесес бастаулықтар қайда? Қалайсыңдар шабандоздар, жақсы ма? Жақсы, рахмет, баршаңызға сәттілік тілеймін. Мұхаммедтің «Тәттару» атты өлеңін қарсы алыңыздар. Кішкентай бүлдіршіндеріңізді ортаға шақырамыз. Жақсылық пен Дінмұхамед. Жақсылық, келе ғой. Дінмұхамед. 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 Өнерлерің өрге жүрсін, алдыда әлде үлкен жетістіктерге жетіңдер. Мінекей, алабай бұл біздің селоңыз. Үлкен азамат болыңыздар. Алашқа қызмет етіңіздер.
Ал енді жастар өнер көрсетіп жатыр. Үлкендер осы кезде тоқтап қалсын ба? Ортаға 29-шы ағымның өнерлі жастары аға буыны Әсет аға мен Гүлжазира апайды қарсы аламыз. Анаға сәлем. Әсеттің халқы бірге ұмытып қалсақ, деп қосылып. Мен біз аяқ асты жағын неғылдық мына жерге келген екен. Қатты да дайындауым жоқ. Енді кішкене дұрыс шықпай қалса айып өтпейсіздер, күлмейсіздер ертең. Жарығым, сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сіңдірдің қостардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған, әлдиле баяла өсірген жемісін, самал жел саяға құшағым мен үшін, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көгілдір көктемде көзіңнен танимын, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көгілдір көктемде көзіңнен танимын. Қайдасыңдар, бизнес бастау! Сендердің қостардың қанатын самғаған. Емей өту әңге осындай тұсаңдар! Балалық құштарым өзіңе арнаған, сендердің қостардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Өсірген жемісін, самал жел саяға құшағым мен үшін, есейіп кетсем де мен саған сәлемін, көгілдір көктемде көзіңнен танимын, есейіп кетсем де мен саған сәлемін, көгілдір көктемде көзіңнен танимын, көзіңнен танимын, сөзіңнен танимын. Осқан жерде алас ағаш, емеспін жемісі көп, тамаша ағаш, қалғанша жарты жаңқа мен сенікі, пайдалан шаруаңа жара салаш. Деп жүрген Міржақып Дулат, Ахмет Бірімжанов, Жүсіпбек Аймауытов, 3 ондықты ортаға шақырамыз. Әр ондықтан бір жыл лебіз болсын. Қайсымыз? Ондыққа бөлініп тұрсаңыздар. Иә, ондықпен тұрсаңыздар. Алас тұра берейік. Жоқ, ойын бар арада. Ал құрметті қырандар, міне 2 ай көзді ашып жұмғанша су өтіп өте шықты. Бұл жерде бәріміз осы Ахметбек ағайдың курсын
ютубтан көріп әбден сонымен басымыз ішіне кіріп соның жемісін көрейік деп осы ортада бір-бірімізбен танысып білісіп отырмыз. Жас аралығымызға қарамай біреуіміз жас, біреуіміз кәрі демей бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып дегендей. Бәріңіздің де істеріңізге табыс тілеймін. Әрқашан биіктен көріне беріңіздер. Уже осы 2 айдың ішінде біздің жетістікке жеткен азаматтар мен азаматшаларымыз бар. Оларды ду қол шапалақпен құттықтап қояйық. Алматыға бар, бүкіл республикаға көрсетіп жігіттеріне 29 ағында. Бәріңізге де сәттілік жол тілеймін. Қыран болып, аламан, енді самғауға ұшатын жігіттер дайын бар. Бәріңізге де ақ жол. Енді мен көп сөйлеп не қылмай-ақ қояйын сөзді. Бірақ біздің осы қалымызды білген Ақтанберді Жырау атамыз болған екен. Ол кісі 1675 жылы өмір сүрген екен. Бірақ әліге дейін сөзі оя бізге тура бүгінгі осы отырысымызға лайықты деп ойлаймын. Енді кімнің түсінігі болса, сезімі болса түсініп қалады. Қылмаңыздар қиянат, бірлігіңнен айырылма, бірлікте бар қасиет, татулық болар береке. Қылмасын жұрт келеке, араз болсаң алтауыз, еліңе кірген бәлекет. Талпынып салдым егінді, ішсінде бәрің тек әркім тегінді. Ақылың барың ұғарсың, ойың болса сезімді. Қандай айтып отыр? Сонда осының 5-6 ауыз сөзінде біздің тату болуымызды айтып отыр. Жаңағы Ахметбек ағайымыз айтқан. Жаңа қолынан келгенше барынша көмектесіп жібер деп отыр. Ол кісі де 6700 жылдар өмір сүрсе де егінді салдым дейді, ектім дейді. Қайда сонда көшпелі емеспіз біздер? Егіп тегін жеңдер деп отыр. Тегін жесін деп әркімді деп не қылдым дейді. Енді айтарым тағы да өзімнен. Мүмкін барда, қазір біздің мүмкіндігіміз бар. Деніміз сау, қол-аяғымыз бүтін, өзіміз бар дегендей. Мүмкіндік барла барлық адамдарға, әсіресе сенімі бір, міне бауырластарға жақсылық істей білуіміз керек. Міне, қазір біздің сеніміміз қандай? Алаш несі ұраны дейміз, Алаш идеясы дейміз. Бәріміздің қазір сеніміміз бір. Содан жаңа Ахметбек айтқандай, жақсылық жасаудан талмайық. Себебі бұдан шаршап бас тартсақ, тиісті уақытты оның игілікті өнімін адамнан көрмесек те Құдайдан көреміз. Соны білуіміз керек. Ассалаумағалейкум, құрметті сапалы қазақтар. Бүгінгі неміз досын бәрімізға айтайын деген сапалы қазақ деген бәріміз сапалы болады. Мына орыстар айтады ғой өзіміз, новый русскийміз деп. Ол біздердің сапалы қазақтың асына түкке тұрмайды, қарап тұрсаңыз. Сосын айтайын деген мына Ахметбек деген сөздің өзі, кейін Нұрсила деген. Мына Нұрсиланың өзі қазақ қарап тұрсаңыз, бәрімізға нұр шашып тұрған бүкіл қазақ еліне. Енді мына Ахметбек дегеннің өзі жаңа Пәғамбар аты керемет. Ол да жақсы. Бұл айтайын деген мына әйел қауымдарына бала қойған кезде аттарын мағыналы, мәнерлі қылып қойса, болашақ ұрпағына өзінің халқына жақсы не болады. Азамат болып есептеген. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, баршаларыңызға. Бүгінгі мына кешіміз не деген керемет болып жатыр. Біз мына өзіміз жаңа Ғазиз аға бар, онбасылар бар. Осы соңғы аптада барлығым жаңағыдегі жинау осыны ұйымдастырумен миымыз ашып бүгін шыны керек жаңағы ана толғымен жүрміз азынан бері ше тойымыз қалай өтеді екен дегенше. Енді кішігірім кемшіліктер болатын болса дұрысынан түсінесіздер. Енді той болғаннан кейін жаңағыдегі майда-шүйде кемшілік барлық жерде болады. Кемшіліктер болатын болса дұрысынан түсініңіздер. Одан соң мына бүгін осындай ортаға келгеніме, мен өзім осындай ортада жүргеніме өте қуаныштымын. Не деген рух, не деген мына жерде мотивация, не деген алға ұмтылыс. Осындай ортамызды жоғалтпайық барлығымыз. Тек қана осындай ортамыз тек қана алға басып, мына біз Ахметбек ағамыздың өзі айтып жатыр ғой. Қазақтың барлық балаларын алға сүйрейтін, қазақ халқын алға сүйрейтін азаматтар осы біздің ортамыздан шығады деп ойлаймын. Ертең Құдай қаласа осыдан 10 жыл, 20 жылдың көлемінде
кәдімгідей Қазақстанда результат көрсететін, Қазақстанды жоғарыға қарай тартатын азаматтар біздің арамыздан шығады деп үміттенемін. Сол неге жете берейік, Құдай қаласа. Барлығымыз бақытты болайық. Ал кеш жарық. Бизнесмендер отырмыз ғой, Құдай қаласа. Ағайдың сөзі бар ғой, офер үйренді, кооператив үйренді, скрипт продажа, сату өнерін үйретті ғой енді. Ағайды айтады ғой, сату өнерін меңгеріп, басқа адамдыға өзімізді көрсетіп, товарымызды сату үшін қасындағы жолдасыңды соған көндіру керек қой бірінші. Мен жұбайым мініп отыр, басында қарсы болған, мен қатсам дегенде. Мен бір күндік тренинг деп шығып кеткен видео. Қазір сату өнерім өтіп кетті, оферім, кооперативім. Бірге келіп отыр кешке бұны. Ағайдың берген бөлімі үлкен көмек берді. Меңгердік, сату өнерін де меңгердік, оферді меңгердік. Соның арқасында міне бизнесіміз алға басып, дәлелдеп жатырмыз соны. Бәріңізге үлкен табыстарға жете беруге тілектеспін. Құдай қаласа осы вечерге қатысқандар бәріңіз самғауға қатысыңыздар, Құдай қаласа. Шындығына келгенде мойындау керек, Нұрсила ағамыздың курсы бәрімізге ұнады. Әр қазақтың осында келген сәлде болсын көздеріңіз ашылды, біреулердікі 100% ашылды. Мен өзімде, мысалға, өзімді айтайын, осы жерге келгелі өмірі жүгірмейтінем, азанда спортпен айналыссам да. Күнде азанда қазір жүгірем, мектептің артындағы оқушылар жүгіріп жүрген сіз ба деп сұрайды. Сөйтіп, енді осылай бүгін қалай бір жұдырықтай болып жұмылып келдік, осылай өмір бойына араласып өтейік. Біз қазақпыз, біз кереметпіз деп. Бұяқтан болдың, арғы өтсен жетті. Сөйлесіңіздер шын. Қойымыз, Онда қойымыз, білейік оны. Алматыға барып келген, Ахмет Ағайдың прямой мотивациясын алып келген бір жақсы. 100% құшақтап келген дейсің. Барлық жерді құшақтап келген дейсің. Ал қалайсыздар? Қырандар деп қояйын да. Жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Мен оқушым ғой. Ал бүгін бәріміз толқу үстіндеміз деп ойлаймыз, себебі 2 ай бір үйдің баласындай бір жерге жаңағы бәріміз басымызды қосып, бәріміз бір жерден білім алдық, ой пікірлерімізді ортаға салдық, қате кеткен жерлеріміз болса түзедік, жаңа ой түйдік. Енді бізде командада Ғазиз мырзадан бастап ондығымыздың бәрі өзгерді. Мен енді жалпы айтайын, жалпы аламаға келгендердің бәрі өзгерісімен кетті деп ойлаймын, потому что көздеріңізден байқап тұрмын. Бәрінің көзінде ұшқын бар. Не деймін, мынау осыдан шыққаннан кейін жаңағы Балжан апам айтпақшы, тауық болып қалмай, осы білімді ары қарай жалғастырып, ағайды ұятқа қалдырмай, кеше біз барғанда да Ғазиз мырза бәрі куә осы жерде. Бізді жылы қарсы алды, Шымкенттен келгендер деп. Біздің жеткен жетістіктерімізге разы ағай. Сол себепті ол сәлемдемелері де бар сіздерге деген, рахметтері де бар ағайдың. Сол ағайдың сөзін жерге тастамай, бұдан бітіріп кетсек те, бір-бірімізді іздеп, бір-бірімізге жәрдем беріп, бір үйдің баласындай әлі де сыйласып, бір-бірімізге көмектесіп тұрайық. Бұл жерде біз ағайдың алдында бізден Ахметбек ағай үлкен үміт күтіп отыр. Біз ол кісінің алдында берген уәделеріміз бар. Сіздердің аттарыңыздан өткенде ақылдасқанбыз. Соны соңына дейін жеткізейік. Және сапалы қазақ ұйымының ең мықты белді мүшесі болайық. Келісеміз ғой? Қымбатты шабандоздар, бізге осы өмірлік жолымызда қол ұшын созып көмек көрсеткен қырандарға және де осы бизнес бастау кәсіпкерлік мектебіне бізді осындай дәрежеге жеткізген біздің өмірлік ұстаздарымыз. Ал енді сіздерге дайындап қойған ойыным бар. Бизнес алфавиті.
Ол ойынның шарты бойынша сіздерге әріп айтылады, сол әріпке байланысты осы оқу барысында өздеріңіздің инсайттарыңызды, ой пікірлеріңізді кім бірінші айтады, ойынның ондықпен жарыс болады. Кім бірінші айтады, соларға бір-бір очкодан беріліп, бірінші орын алуға тілектеспін барлықтарыңызға. Үш ондық бөліп тұрсақ. Ойынның шартын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Микрофон берші, түсіндік. Ona жақын тұр, жұмақ жақын. Давайте онда бастаймыз ойынымызды. Бірінші әріп А. Алға. Айтып қойды. Бірінші орын айтып қойды. Алға деді ғой. Терминдерді айтуымыз керек. Аламан деп алаш деп. Онда бұл терминдерден айтсақ. Бірінші, бір жақ болады. Біріншісін есептемей-ақ қойсақ болды. Давайте жалғастырайық. Екінші әріп А. Әлихан Бөкейхан. Бірінші айтады, сол командаға бал береміз. Ендігі, екінші әріп Ж. Айтып қойды. Ендігі, келесі әріп Б. Бірінші айтты. Берші. Барлық командада бір-бір ұпай. В. Вагон деп. Воронка, кетті, воронка. Д. Даму, әдемі кетті. Е. О, ерік жігет тоже. Ұпайларыңыз санап жатыр. Келесі, жалғасы. З. Сіздерде төртеу. Зияткер. Кетті. Мұжақ бұлақ. И. Инсай кетті. К. Айтып қойдық біз. Келесі, Л. Леди, кетті. М. Мағжан Жұмабаев кетті. Екеуіңізге бірден ұпай береміз. Келесі, Н. Кетті. О. Айтып қой, серьезно айтып қой. П. Пайда. Бірінші кетті, пайда. Жалғастырамыз. Р. Рух. С. Бірінші кетті. Жастан айтты. Бірінші айтты ғой. Келесі. Р. Айтылды. Т. Кетті. Жоқ, болмайды. Айтты, кетті. Так, келесі. Я. Яндекс. Кетті, дұрыс саналып. Ю. Бірінші айтты.
Енді балдар қанша болды? 6, 7, 8, 9 болды. Ай, бір бал қалып қойдыңыздар. Қанша? 9, 8, 6 ұпаймен алғаш топ. Қайсы мырза? Үшін Ердәулеттің Бессаме әнін қарсы алайық. Bésame mucho. Cette chanson de l'autre voice, je la chante pour toi. Bésame mucho. Come on, que storia d'amor tu ne finirai pas. On a chanté, dansé, il saut de chanter, go. Tout est mon frère.